Қайырлы күн. Менің аты жөнім Базарбек Мереке, ФТП 1-ші курс мамандығы. Бүгінгі видеода мен СРС 2 жұмысын қорғайтын боламын. СРС 2 жұмысына мен Әбіш Кекілбаевтың Үркер романын алдым. Жалпы Әбіш Кекілбаевтың Үркер романы 18 ғасырдың екінші жартысында, яғни Абылай хан қайтыс болғаннан кейінгі тарихи кезеңді қамтиды. Бұл қазақ елінің болашағы үшін аса маңызды. Саяси тұрақсыздық пен сыртқы қауіп қатерлер мен сыртқы күшейген уақыт. Романда қамтылған негізгі тарихи оқиғаларға келетін болсақ, жалпы Абылай ханның дүниеден өтуі басты тақырып болып табылады. Яғни оның ұлы Уәлидің таққа отыруы және елді біріктіре алмауы болып табылады. Ресей империясының қазақ жеріне отарлық саясатын күшейтуі қамтылады және қазақ руларының ішкі тартыстары, хандық биліктің әлсіреуі, солар талқыланады. Билер мен сұлтандар арасындағы алауыздық, сатқындық, сенімсіздік талқыланады. Жалпы тарихи маңызына келетін болсақ, бұл кітаптың бұл кезең қазақ хандығының ішкі бірлігі әлсіреген, яғни сыртқы күштер қазақ даласына ықпалын күшейте бастаған кездерді қамтиды. Яғни ұлттық тәуелсіздіктің тарих сахнасынан шеттетіле бастаған шағы. Романда бұл оқиғалар тек тарихи тұрғыда ғана емес, адам психологиясы, билік пен жауапкершілік, рухани күйзеліс арқылы терең суреттеледі. Автор қазақ қоғамының тарихи таңдау алдында тұрғанын шебер көрсетеді. Шығарманың негізгі идеясына келетін болсақ, шығарманың негізгі идеясы Әбіш Кекілбаевтың Үркер романы қазақ халқының 18 ғасырдың екінші жартысындағы тарихи тағдырын, саяси күйзелісін, хандық биліктің дағдарысқа ұшырауын терең суреттейтін шығарма. Жазушы бұл туындыда тек тарихи оқиғаларды баяндап қана қоймай, оларды философиялық, рухани, саяси тұрғыда талдайды. Романның негізгі идеясы бірнеше басты өзекке сүйенеді. Ұлттық бірлік елдіктің негізі. Яғни романда ең өзекті идея ұлттың болашағы тек ішкі бірлікке байланысты деген ой. Абылай хан қайтыс болған соң хандық билік әлсіреп, сұлтандар арасында тақ үшін талас күшейеді. Жазушы осы тартысты көрсете отырып, алауыздықтың, рулық бөлінудің зиянын ашады. Қазақтың басы қосылмаған күн, елдің ертеңі бұлдыр болмақ. Бұл жолдар автор идеологиясының кілті іспеттес. Екіншісіне келетін болсақ, ол билік пен жауапкершілік мәселесі. Жазушы Уәли хан бейнесі арқылы биліктің жауапкершілігі жүгін ашады. Яғни Уәлиде тақ бар, бірақ халықты соңынан ерте алатын тұлғалық қуат жоқ. Бұл идея арқылы автор халық сенімінің, даналықтың, парасаттың билікпен қатар жүруі керектігін жеткізеді. Әбіш Кекілбаев саяси әлсіздіктің мемлекет үшін аса қауіпті екенін меңзейді.
Үшіншісіне келетін болсақ, ол отарлық саясаттың күшеюі. Романда Ресей империясының қазақ даласынан ене бастаған сәттері нақты көрсетіледі. Автор отарлық үдерісті ашық сынамайды. Яғни ол көркем образдар кейіпкерлердің ішкі монологтары арқылы ұсынады. Бұл тәсіл арқылы жұмсақ күшпен билеудің, сыртқы ықпалдың ішкі тәуелділікке айналу процесін қауіптілігін ашылады. Тарихи сана мен рухани күй көркем шығармада көтерілген маңызды мәселе. Тарихи сананың әлсіздігі. Ел басқарушылар тарих сабағынан тағылмала алмай, жеке мүддені халық мүддесінен жоғары қояды. Бұл рухани дағдарыс ұлттық болмысын жойылуына бастайтын жол. Жазушы әр кейіпкердің ішкі арпалысы арқылы рухани күйзелісті көрсетеді. Мысалы, кейбір кейіпкерлер билікке қол жеткізсе де рухани тыныштық таппайды. Өткеннен сабақ алу келешек кепілі. Романның терең қабатында автор негізгі ойы қазақ елі өткеннің тәжірибесінен сабақ алып, болашақ үшін дұрыс таңдау жасау керек деген идея жатыр. Бұл тарихи роман жанрының басты ерекшелігі нақты тарихи кезеңді сипаттау арқылы қазіргі ұрпаққа ой тастау болып табылады. Жалпы қорытындылай келе, Әбіш Кекілбаев Үркер романында ұлт тағдыры мен билік, тарихи сана мен рухани күйзеліс, отарлық қауіп пен ішкі әлсіздік мәселелерін терең философиялық деңгейде көтереді. Негізгі идея ел болу үшін елдік сана, тарихи сабақ, бірлік пен парасат қажет. Бұл идея бүгінгі күн ішінде өзекті. Себебі тарих қайталануы мүмкін. Биліктің әлсіреуі ұлттың жойылуына алып келуі ықтимал. Бірлік пен білімсіз ел бөтеннің ықпалына тез түседі. Әбіш Кекілбаевтың Үркер романындағы бас кейіпкерлерге тоқталатын болсақ, қазақ қоғамының әртүрлі әлеуметтік, саяси және рухани өкілдері. Автор әр кейіпкер арқылы тарихи кезеңнің ішкі қайшылықтарын, билік пен елдің тағдырын, рухани күйзелісті бейнелейді. Негізгі кейіпкерлерге келетін болсақ, және олардың бейнелеріне мынадай түрде берілген. Шығарманың бас кейіпкері Уәлихан болып табылады. Уәлихан Абылай ханның ұлы, яғни орта жүздің ханы. Әкесінің даңқты жолын жалғастыра алмай, елді ұйымдастыра алмаған әлсіз билеуші ретінде суреттеледі. Психологиялық тұрғыда алатын болсақ, оның ішкі сенімсіздігі, шешімсіздігі, саяси белгісіздікті айқын көрсетеді. Оның бейнесі арқылы автор тарихи тұлғаның билікке ғана емес, рухани салмаққа да ие болу қажеттігін көрсетеді. Уәлихан таққа отырғанымен елдің жүрегіне жете алмаған хан. Ол хандық дәуірдің күйреуінің символы болып табылады.
Екінші кейіпкер келетін болса, ол тәуекел би. Ел тағдырына алаңдайтын ақылгөй парасатты адам ретінде суреттеледі. Ол уәлиге басқа сұлтандарға ақыл айтып бірлікке үндейді, бірақ дауысы көбіне еленбей қалады. Тәуекел бейнесі халық даналығы мен ұлттық сана өкілі. Үшінші кейіпкер келетін болсақ, Құсбек батыр. Ол ел мен жер тағдырын жүрегімен сезінетін қайраткер тұлға. Құсбектің бейнесі арқылы әскери ерлік, отаншылдық пен әділеттік көрінеді. Ол Уәли ханның шешімсіздігіне қарсы шығып, ел бірлігі үшін күреседі. Төртіншісі Сабыт шешен келетін болсақ, қазақ қоғамындағы рухани тұлға. Ол сөздің, ақылдың иесі болып табылады. Сабыт дәстүр мен рухтың сақтаушысы, ұлттың ішкі күйін, адамгершілік деңгейін бағалайтын өлшем ретінде көрсетіледі. Бесінші кейіпкерлер олар Ресей өкілдері болып табылады, яғни Огарев, Долгов тағы да басқа. Шығармада орыс шенеуніктерде нақты көркем бейне ретінде беріледі. Олар жылы сөйлеп, салқын саяси мақсаттарды жүзеге асырып жүрген жымысқы дипломаттар ретінде суреттеледі. Бұл кейіпкерлер арқылы автор отарлық саясаттың ішкі тетіктерін көрсетеді. Ал кейіпкерлер бейнесі арқылы не көрсетіледі деген сұраққа келетін болсақ, хан билігінің ішкі әлсіздігі уәли бейнесінде көрсетіледі. Халықтың даналығына келетін, даналығы мен ақылы тәуекел мен сабыт арқылы көрсетіледі. Ерлік пен шыншылдық Құсбек бейнесінде көрсетіледі. Сыртқы саясат пен алдау, олардың барлығы Ресей өкілдері арқылы көрсетіледі. Ұлттық рух пен тарихи санаға келетін болсақ, барлық кейіпкерлердің өзара қақтығысында көрініс табады. Кейіпкерлер қорытындылай келетін болсақ, Үркер романы кейіпкерлері тек тарихи тұлғалар емес, әрқайсысы сол дәуірдің символдары болып табылады. Жазушы олардың әрекеті мен ой сезімі арқылы қоғамдағы моральдық дағдарысты, билік пен жауапкершілікті мәселесін, отарлық саясаттың салдарын ашады. Төртінші қозғайтын тақырыбымыз ол салт дәстүрлер мен рәсімдер. Хан сайлау дәстүрі. Шығармада Абылай хан қайтыс болғаннан кейінгі уәлиді хан көтеру рәсімі кең суреттеледі. Бұл салтта ақ киізге отырғызып көтеру билер мен сұлтандардың келісімі қажет. Алайда романда бұл салттың сыртқы формада сақталғанымен ішкі мазмұны әлсірегені көрінеді. Бұрынғыдай бірауыздылық жоқ. Әр ру мен сұлтан өз мүддесін күттейді. Яғни бұл дәстүр арқылы автор хандық биліктің құндылығы ретінде маңызын да оның дағдарысында көрсетеді. Екіншісіне келетін болсақ, олар билер кеңесі, дау шешу дәстүрі. Қазақтың құқықтық мәдениеті ретінде билер сөзі мен шешімдерінің маңызы ерекше сипатталады. Ел ішіндегі дау-дамай, жер дауы, жесір дауы билер кеңесінде шешіледі.
шығармада тәуекел, сабыт, басқа да билердің халыққа билік айтуы әділет пен парасат үлгісі ретінде көрсетіледі. Үшіншісіне келетін болсақ, ол бата беру, қарғыс айту дәстүрі. Рухани діни тәніммен астасқан бұл дәстүрлер шығарманың атмосферасын тереңдете түседі. Яғни жасы үлкен, құрметті адамдар бата берсе, ашынған қариялар немесе аналар қарғыс айтады. Бұл қоғамдағы моральдық бақылау рөлін атқарған. Бұл арқылы жазушы халық ауыз әдебиеті мен этикалық нормалардың тарихи мәнін көрсетеді. Төртіншісіне келетін болсақ, ол жорық алдындағы жоралғылар. Яғни батырлар жорыққа шықпас бұрын бата алады, қару сайманын сайлайды, ту тігеді. Бұл салттар арқылы рухани дайындық пен батырлық жолы суреттеледі. Сонымен қатар жорықтан кейін ас беру, шаңырақ тілеу сияқты дәстүрлер де бар. Бесіншісіне келетін болсақ, ол құда түсу, қыз ұзату. Яғни қазақ қоғамындағы неке салты, отбасылық дәстүрлер де шығарманың кей тұстарында көрініс табады. Қыз ұзатарда қалың мал төлеу, жасау беру, жол жоралғы, ойын күлкі, ән күй сияқты дәстүрлер бейнеленіп, қазақ өмірінің шынайы көрінісі беріледі. Алтыншысына келетін болсақ, ол ат тылдау, ас беру. Белгілі адам қайтыс болғаннан соң ат тылдау, яғни мінген атын бос жіберу, жоқтау айту, ас беру, бәрі қазақтың өлімге, өткенге деген құрметін білдіреді. Бұл рәсімдерде ұлттың рухани мәдени танымы, дүниетаным жүйесі жатыр. Жалпы қорытындылай келетін болсақ, Үркер романдағы салт дәстүрлер тек фон емес, тарихи оқиғалар мен кейіпкерлердің мінез құлқын, көзқарасын, қоғамдағы орнын ашатын маңызды көркем құрал болып табылады. Автор бұл арқылы қазақ халқының мәдениетінің байлығын, рухани тереңдігін, тарихи жадын шебер көрсетеді. Бесінші тақырыпқа келетін болсақ, танымдық тұрғыдан не үйрендім? Әбіш Кекілбаевтың Үркер романы негізінде мен танымдық тұрғыда Үркер роман оқу арқылы мен қазақ халқының 18 ғасырдағы саяси, тарихи және рухани жағдайын терең үңіліп, сол дәуірдің болмысын түсіндім. Шығармада маған бірнеше маңызды танымдық жаңалық ашуға мүмкіндік берді. Бірінші, хандық биліктің ішкі құрылымын түсіндім. Бұрын тарихтан Абылай хан туралы білсем де, хандық биліктің ішкі құрылымын түсіндім. Бұрын тарихтан Абылай хан туралы білсем де, оның кейінгі мұрагерлерінің билікті сақтап қала алмауы уәлиханның тұлғасы арқылы айқын ашылады. Хан сайлау рәсіміне келетін болсақ, сұлтандар арасында күрес, билер кеңесінің рөлі бәрі нақты суреттеліп, хандық жүйенің ішкі жұмыс механизмі жақсы ұғындырды. Отарлық саясаттың бастау кезеңін байқадым.
Ресей империясының қазақ жеріне енуі қалай басталғанын, оның қулық пен дипломатиялық тәсілдермен жүзеге асқанын білдім. Жазушы ашық айтпаса да, саяси тартыс елшілердің әрекеті арқылы отарлаудың жұмсақ күш кезеңін терең сезінді. Үшіншісіне келетін болсақ, ол басшылық пен тұлғалық қасиет арасындағы айырмашылықты түсіндім. Уәлихан бейнесі арқылы билікке ие болу мен оны әділетті жүргізудің екі түрлі нәрсе екенін ұқтым. Билікке жету оңай, бірақ оны ұстап қалу үшін рухани беріктік, парасат, әділет керек екенін көрдім. Қазақтың құқықтық дәстүрлері мен билер институтының маңызын аштым. Билер кеңесінің ел басқарудағы орны, дауды шешудегі әділетті жолдары маған қазақтың өз заң жүйесі, моральдық өлшемдері болғанын дәлелдеді. Бұл қазіргі заң мен әділет ұғымының тамыры тереңде жатқанын көрсетеді. Бесіншісіне келетін болсақ, ол қазақ халқының салт дәстүрлерін тарихи контексте түсіндім. Романда берілген хан сайлау, бата, ас беру, құда түсу сияқты дәстүрлер тек мәдениет емес, сол дәуірдің әлеуметтік қарым-қатынасының кілті екенін түсіндім. Алтыншы, тарихқа сыни көзқараспен қарауға үйрендім. Жазушы тарихи оқиғаларды тек құрғақ баяндап қоймай, оларды философиялық тұрғыда сараптай отырып ұсынады. Бұл маған тек оқиғаларды жаттап қана қоймай, олардың себеп салдарын түсініп, өз ойымды қалыптастыруға көмектесті. Қорытындылай келсек, Үркер романы мен үшін жай ғана тарихи шығарма емес, қазақ халқының тағдырлы кезеңінде рухани саясат болды. Оқу барысында мен өз ұлтымның өткенмен байланыс орнаттым. Тарих пен әдебиеттің тоғысында ой тереңдеттім. Бұл шығарма арқылы мен қазақ болмысының күрделілігін, ел басқарудағы жауапкершілікті, бірлік пен парасаттың мәңгілік құндылығы екенін ұғындым. Алтыншы, Уәлиханның ішкі толғанысы. Хан болу таққа отыру емес, халықтың жүрегіне жол табу. Билік деген бір ғана пәрмен емес, ол сенім мен салмақ. Сенімсіз билік жел өтіндегі шырақ секілді. Бұл сөздер неге ұнады десеңіз, бұл үзінді Уәлихан бейнесі арқылы билік пен парасат, жауапкершілік пен халық сенімі арасындағы байланысты дәл береді. Хан болудың сыртқы сәні емес, ішкі мәні маңызды екенін көрсетеді. Бұл ой қазіргі заман басшылар үшін де өзек. Екінші ұнаған сөз, ол Тәуекел бидің сөзі. Бас қосылмаса, бақ қайдан келсін? Бір тудың астына жиналмаған ел, қанша мықты болса да жауға жем болады. Ерлік жеке батырда емес,
елдің бірлігінде. Бұл сөздер неге ұнады десеңіз, бұл үзінді ұлттық бірлік тақырыбын ашатын ең өткір сәттердің бірі. Тәуекел бидің даналығы арқылы жазушы елдің шынайы күші тек қару мен батырда емес, бірлікте екенін көрсетеді. Бұл романның негізгі идеясына тікелей байланысты. Сабыт шешенің ойына келетін болсақ, ол өткенге өкпелеп, болашақтан күдер үзу наданның ісі. Тарихты түсіне білген адам өз тағдырында дұрыс шеше алады. Бізге керегі үміт пен сабыр, ынтымақ пен ойлы қадам. Бұл сөздер маған бұл үзінді романдағы философиялық ойдың биік шыны, яғни Сабыт шешенің осы сөзі арқылы автор тарихты тану мен болашаққа дұрыс бағытпен жүру қажеттігін ұсынады. Бұл шығарманың рухани өзегі. Қорытындылай келсек, жалпы бұл үзінділер маған терең ой салып, шығарманың идеялық қуатын сезінуге көмектесті. Әр сөйлем, заман мен ұлт тағдыры туралы толғаныс, мұндай көркем тілмен берілген ойлар тек сол дәуірде емес, бүгінгі күнді түсінуге мүмкіндік береді. Оқу барысындағы менің сезім күйімді айтатын болсақ, Әбіш Кекілбаевтың Үркер романын оқу барысында мен терең тебіреніс, толғаныс және ойлы үнсіздік күйін бастан кештім. Бұл шығарма тек тарихи оқиғалар тізбегі емес, ол адам жанының, ұлт тағдырының ішкі арпалысын бейнелейтін рухани көркем кеңістік. Жалпы, бірінші беттен-ақ автордың бай тілі, тарихи шындық пен көркем қиялдың шебер үйлесімі мені баурап алды. Яғни романды оқыған сайын өзімді сол заманның ішінде жүргендей сезіндім. Хан ордасында, билер кеңесінде, шекарадағы жорықта жүрген сияқты өзімді сезіндім. Яғни мынандай сезімдер менің бойымды биледі. Ойға баттым, яғни әр диалог пен ішкі монолог мені тарихты ой елегіне өткізуге мәжбүрледі. Әсіресе Уәлиханның күйзелісі мен шешімсіздігі арқылы билік пен жауапкершілік жайлы көп ойландым. Күйініш пен қиналыс, қазақ халқының арасындағы алауыздық, сатқындық, жеке мүддені ойлау сәттері жүрекке ауыр тиді. Бас қоспаса бақ қайдан келсін деген сұрақ өзекті күйде қалды. Осы шығарманы оқу арқылы рухани шабыт алдым. Яғни Тәуекел, Сабыт сынды кейіпкерлердің даналыққа толы сөздері халықтың салт дәстүрге беріктігі мен рухани тазалығы бойыма рух берді. Мұң мен үміт деген сезімдер де болды. Яғни шығармада үміт оты әлсірегенмен халықтың ішкі күшіне, рухына сенім сезілді. Сол сезім мені де жігерлендірді. Қорытындылай келсек, яғни Үркер роман оқу мен үшін тарихпен тілдесу, бабалар үніне құлақ түру сияқты болды. Әдеби туынды арқылы мен өткенге сапар шегіп қана қоймай, қазіргі ұлт тағдыры жайлы да терең ойға баттым. Бұл тек көркем шығарма емес, өзіммен, тарихпен және рухпен бетпе-бет келу тәжірибесі болды. Сегізінші
талқылайтын тақырыбымыз бұл кітапты достарыма немесе жақындарыма не үшін ұсынар едім деген сұрақ. Яғни үркер тарихи көркем әдебиеті сүйетін ұлттық сана мен болмыс жайлы ойланғысы келетін кез келген оқырман үшін аса құнды шығарма. Бұл кітапты ұсынар едім, себебі ол тек өткен тарихты баяндап қана қоймай, оқырманды рухани және интеллектуалдық деңгейде байытады. Тарихты терең сезінуге мүмкіндік береді. Яғни көп адам тарихты тек деректер мен даталар арқылы қабылдайды. Ал бұл роман сол тарихтың ішкі мазмұнын адам тағдырлары арқылы беріп, оқырманға тарихты жүрекпен сезінуге жол ашады. Қазіргі заманға ой тастайды. Яғни шығармадағы кейіпкерлердің тартысы, билік пен жауапкершілік, бірлік пен алауыздық мәселелері бүгінгі қоғам үшін де өте өзекті. Бұл кітап өткеннің сабағы арқылы болашаққа бағыт береді. Ұлттық рух пен құндылықты ұялатады. Қазақтың салт дәстүрі, сөз өнері, билік жүйесі, хандық дәстүрі бәрі осы романда көркем әрі шынайы түрде бейнеленген. Яғни оны оқу арқылы адам өз халқының рухани тереңдігін, мәдени байлығын тани бастайды. Көркем тіл мен ой тереңдігі ұштасқан Әбіш Кекілбаевтың тілі көркем, бейнелі философиялық. Бұл кітапты оқу оқырманның тілдік мәдениетін арттырып, сөзге деген эстетикалық талғамын дамытады. Яғни рухани және интеллектуалды сыйлық. Үркер жай ғана роман емес, ол рухани тәжірибе. Кітап оқыған адамның көзқарасы кеңейеді, ойлау қабілеті тереңдейді. Сол себепті бұл кітапты досқа сырлас ретінде, ініге бағыт ретінде, ата-анаға мақтаныш ретінде ұсынар едім. Қорытындылай келсек, үркер ұлттың тағдырын, тарихтың сабағын, рухтың тереңдігін ұғындыратын шығарма. Оны оқу, өзіңді, өз халқыңды тану. Сондықтан бұл кітапта мен әр қазақ жастарына ұлттық ой мен сана қалыптастыру үшін ұсынар едім. Жалпы осы кітапты жазған автор туралы мәліметтер айтатын болсам, Әбіш Кекілбаев көрнекті қазақ жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері. Ол қазақ әдебиетіндегі тарихи философиялық роман жанрының дамуына ерекше үлес қосты. Өмір баянына келетін болсақ, Әбіш Кекілбаевтың 1939 жылы 6 желтоқсанда Маңғыстау облысы Онды ауылында дүниеге келген. 1957-1962 жылдары Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тамамдаған. Шығармашылықпен қатар журналистика, саясат, дипломатия салаларында да қызмет атқарған. Қазақстан Республикасының парламентінің депутаты болды.
Қазақстан Республикасының президентінің кеңесшісі болған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы болды. Яғни ол 1996-2002 жылдар аралығында кеңесшісі болған. 2015 жылы 11 желтоқсанда Алматы қаласында өмірден озды. Ал Әбіш Кекілбаевтың басқа әдеби шығармашылықтарына келетін болсақ, Әбіш Кекілбаевтың қаламына тән ерекшелік тарих пен адам рухының өзара байланысын көркем тілмен беру. Ол көркем проза арқылы тарихи кезеңдердегі адам мінезін, ел тағдырын, рухани құлдырау мен өрлеуді аша білді. Ең танымал шығармаларына келетін болсақ, Үркер 18 ғасырдағы қазақ хандығының дағдарысы туралы айтылған. Елен алан деген кітабына келетін болсақ, ол Абылай хан тұсындағы сыртқы саясатпен күрес кезеңін баяндайды. Аңыздың ақыры деген кітабына келетін болсақ, шығыстың философия мен тақырыпқа құрылған роман. Шыңырау, бір шөкім бұлт, Ханша дария хикаясы, символикалық, психологиялық әңгімелер мен повестер. Марапаттары мен атақтарына келетін болсақ, Қазақстанның халық жазушысы 1998 жылдары болған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты болған. Отан ордені, басқа да көптеген мемлекеттік наградаларды жеңіп алған. Қазақ әдебиетіндегі орнына келетін болса, Әбіш Кекілбаев 20 ғасырдың екінші жартысы мен 21 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің ірі тұлғасы. Ол тарихи роман жанрын жаңа деңгейге көтерді. Қазақ прозасына философиялық тереңдік, көркемдік салмақ алып келді. Әдебиеттің рухани идеялық әлеуетін ұлт тәрбиесіне арнады. Қазақтың рухани кодын, яғни мәдени жадысын көркем шығармалар арқылы жеткізе білді. Жалпы қорытындылай келсек, Әбіш Кекілбаев тарихты сөйлеткен, сөзге жан бітірген қаламгер. Оның шығармалары тек көркем дүние емес, ұлттық сана мен тарихи зердені оятатын рухани құндылық. Жалпы бұл сүреш жұмысында тағы да 1960 жылдарда қазақ әдебиеті туралы қозғалым келіп тұр, яғни социалистік реализм туралы. Бұл кезең кеңестік идеологияның ықпалындағы әдебиет дамыған уақыт. Яғни жазушылар социалистік реализм әдісін қолдана отырып, қоғамдағы өзгерістерді, еңбек адамын, партияны мадақтап жазды. Яғни жазушылар көбінесе ұжымдастыру, индустрияландыру, советтік өмір салты, яғни азамат соғысы, ұлы отан соғысы тақырыптарын қамтыды. Сол заман белгілі өкілдеріне келетін болсақ, Сәбит Мұқанов, Ботагөз романы, Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты,
Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ, Миллионер деген шығармаларын айта аламыз. Бұл әдебиет кезеңі ұлттық әдебиеттің жаңа бағытқа түскен, бірақ идеологияға тәуелді болған уақытты көрсетеді. 1960-1990 жылдары қазақ жазушылары мен ақындардың шығармашылығы бұл кезеңде әдебиеттік идеологиядан біртіндеп арылып, ұлттық сана, тарихи шындық, рухани мәселелер кеңінен көтеріле бастады. Яғни жазушылар адам психологиясына, тарихқа, рухани ізденіске терең үңілді. Белгілі жазушылар Ілияс Есенберлин, көшпенділер тарихи романдар арқылы ұлттық сананы оятты. Және де Әбіш Кекілбаевтың Үркер, Елен Алан тарихи философиялық бағыт болып табылады. Ал Мұхтар Мағауиннің Аласапыран, Сары қазақ, ұлт тарихын қорғау сияқты кітаптарын айта аламыз. Олжас Сүлейменовтің Қадыр Мырза Әли, Төлеген Айберген поэзия, рух, сезім, заман жаңғырығы көрсете білді. Бұл рухани жаңғыру мен тарихи танымның қайта жандану кезеңі. Тарихи сананы қалыптастыруда тарихи тақырыптағы көркем шығарманың рөлі мен маңызы. Яғни тарихи романдар ұлттық сана мен тарихи жадыны сақтаудың ең күшті құралы болып табылады. Көркем шығармаларға келетін болсақ, құрғақ фактілерден көрі оқырманға әсерлі, есте қаларлық формада тарихты жеткізеді. Елдің басынан өткен ауыр кезеңдерді, тарихи тұлғалардың бейнесін эмоционалды әрі терең түрде сипаттайды. Ұлттық болмыс, салт дәстүр, рухани құндылықтар көркем шығарманың өзегінде жатады. Мысалға алатын болсақ, Есенберлиннің кітабын алатын болсақ, көшпенділер арқылы қазақ хандығы тарихын кеңінен танытты. Ал Әбіш Кекілбаевтың Үркер арқылы 17 ғасырдағы саяси дағдарысты көрсетті. Ал Мағауиннің Аласапыран арқылы 16-17 ғасырлардағы шынайы тарихи болмысты жеткізді. Яғни көркем шығармалар тарихты тірілтеді, ұлтты тәрбиелейді, рухты оятады. Төртінші келетін болсақ, Қазақстанның халық жазушысы Қазақстан Республикасының ең жоғары әдеби атағы, ұлттық мәдениетке елеулі үлес қосқан қаламгерлерге берілген марапат. Ол халық жазушыларының қатарына кімдер кіреді десеңіз, Мұхтар Әуезов Абай жолы арқылы әлемдік деңгейге шыққан классик болып табылады. Ғабит Мүсіреповтің Сәбит Мұқанов кеңестік дәуір әдебиетінің негізін қалаушылар болып табылады. Ілияс Есенберлин тарихи романдар авторы. Ал Әбіш Кекілбаев тарихи философиялық проза шебері болып табылады. Шерхе Мұртаза, Сайын Мұратбеков, Қадыр Мырза Әли тағы да басқалар жатады.
Әбіш Кекілбаевтың үрке романы қазақ әдебиетінің інжу маржаны ретінде өз халқының тарихы мен тағдырын терең ойларға салып рухани ізденістерге бастайды. Бұл шығармада автор адамзаттың ішкі жан дүниесін, құпияларын аша отырып, адам мен табиғат арасындағы үйлесімділікті, қоғамдағы әділетсіздік пен теңсіздік мәселелерін қозғайды. Романның негізгі кейіпкерлері әртүрлі күрделі тағдырлардан бастан кешіреді. Олар өз өміріндегі қиындықтармен күресіп, өздерінің ішкі әлемімен бетпе-бет келеді. Әбіш Кекілбаев кейіпкерлерінің психологиясын, олардың өзгерістерін шеберлікпен суреттеп, әрбір әрекетін терең мағынамен арта отырып көрсетеді. Бұл шығармада ұлттық құндылықтар, ерлік пен адалдық ұғымдары басты орын алады. Үрке романы, жалпы қорытындылай келсек, үрке романы қазақтың көшпелі халық ретінде өзін танытуы, оның өткен ғасырларда тәуелсіздік пен еркіндікке деген ұмтылысын көрсетуі, маңызды әлеуметтік және тарихи тұрғыдан үлкен мәнге ие. Сонымен қатар шығармада еркіндік үшін күрескен адамдардың рухани күшін, ұлттық ар-намысты сақтау жолындағы тайталысты байқаймыз. Романның философиялық тереңдігі мен көркемдігі мазмұны оны тек әдебиет қана емес, сонымен қатар қазақ қоғамының жан дүниесі мен тарихи тәжірибесін түсінуге арналған маңызды құжатқа айналдырады. Әбіш Кекілбаевтың үрке романы қазақ халқының тағдыры мен болашағы туралы терең ойлануға түрткі болады. Романның басты ойы әрбір адам өзінің ішкі дүниесін, ұлтының мұрасын түсініп, рухани байлықты сақтай отырып, қоғамға ықпал етуі керек. Шығармада қазақ халқының қиын қыстау кезеңдеріндегі ерлігі мен болашаққа деген үміті көрініс тапқан. Әбіш Кекілбаев өзінің шығармасы арқылы адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен жауапкершілігін, қоғамдағы әділеттілікті іздеуді, рухани тазалық пен ұлттық сананы жоғары бағалауды насихаттайды. Үрке романда кейіпкерлердің өмірі мен күресі бұл тек жеке тұлғалардың ғана емес, жалпы халықтың жан дүниесі мен тарихи санасы. Осы тұрғыда роман бізге тек әдебиет қана емес, ұлттық болмысты түсіну мен оны жаңғырту жолындағы күресті де көрсетеді. Менің сырғаш жұмысым болды. Назарларыңызға рахмет.